Армысыздармы? Бүгін тағы да морфологиялық талдауға кезек береміз. Мен ең бір қысқа сөйлемдерді таңдаймын. Өйткені видео өте ұзаққа созылмау керек. Қысқа да нұсқа сөйлемдерге талдау жасаймыз. Морфологиялық талдау жасаймыз. Бүгінгі алып отқан сөйлеміміз аң мен құсқа ау құрады екен. Ертеде бір аңшы болыпты. Ол аң мен құсқа ау құрады екен деген сөйлем. Бас жағындағы қысқа сөйлемді алып тастадым. Аң мен құсқа ау құрады екен деген сөйлемге морфологиялық талдау жасайтын боламыз. Енді ең алдымен аң деген сөзге тоқталамыз. Аң. Не деген сұрақ қойылады қазақ тілінде. Егерде ол орыс тілінде болса, кім деп қоятын едік, иә? Бұл жерде не деген сұраққа жауап береді де, зат есім болады. Зат есім. Мен деген сөзге тоқталамыз. Мен деген бұл жерде шылау болады. Оның ішінде жалғаулық шылау болады. Негізі шылаудың шылау үшке бөлінеді. Жалғаулық шылау, септеулік шылау және демеулік шылау. Бұл жердегі шылау жалғаулық шылау. Жалғаулық шылау. Құсқа түбірі құс болады, иә? Не құс? Бұл да зат есім болады. Енді қа деген бұл жалғау. Оның ішінде септік жалғауы, оның ішінде барыс септігінің жалғауы. Қа, барыс. Барыс септігінің жалғауы. Мен қысқартып жазайын. Барыс септігінің жалғауы. Ау деп отырғанымыз бұл не ау? Яғни бұл балықты аулайтын зат. Сондықтан бұл да не деген сұраққа жауап береді және зат есім болады. Құрады түбірі құр. Түбірі құр болады. Құр деген сөзге сұрақ қоятын болса, не істе деген сұраққа жауап береді. Яғни не істе деген сұраққа жауап берсе, ол етістік болады. Не істе құр. Енді мына жердегі а деген жұрнақ бұл көсемшенің жұрнағы. Көсемшенің үш түрлі жұрнағы бар тұғын. А, Е, И, Үп, П, ғалы келі, қалы келі. Міне, осындай үш түрі болатын. Сондағы бұл А, Е, И дегендегі А. Бұл көсемшенің жұрнағы. Көсемшенің жұрнағы. Енді Д. Д дегеніміз бұл жіктік жалғауының үшінші жағы. Жіктік жалғауының үшінші жағы. Рим цифрымен жазамыз. Бұл жерде кейде Д дегенді біз жедел өткен шақтың жұрнағы етіп те белгілейтін кездеріміз болады. Бірақ ол кезде ол мына жерде тікелей құр деген етістік көп тұр ғой. Соған өзіне тікелей жалғанатын болса, ол жедел өткен шақтың жұрнағы болатын еді. Мысалға құрады болып тұр ғой мына жерде. Ол жерде құрды. Мына жерде А болмаса, яғни тікелей етістікке жалғанатын болса, онда ол жедел өткен шақтың жұрнағы болатын еді. Ал мына жерде А деген көсемшенің жұрнағы болғандықтан, бұл жіктік жалғауының үшінші жағы болып тұр. Шатасып кетпейміз келер жолы. Мына жерде жіктік жалғау болып тұр, ол жерде қалай жедел өткен шақ болады деген сияқты сұрақтар туындауы мүмкін. Сол кезде алдын ала айтып жатырмын. Енді екен
негізі түбірі е, бұл көмекші етістік болады. Көмекші етістік. Кен деп отырғанымыз ған, ген, хан, кен деген жұрнақ бар, иә? Бұл есімшенің жұрнағы. Есімшенің жұрнағы. Негізі ған, ген, хан, кен деген есімше бар. Есімшенің өзі, есімшенің 4 түрі бар. Ған, ген, хан, кен. Соның біреуі. Және итін деген жұрнақтары бар. Және де жұрнағы бар. Мақ, мек, бақ, бек, пақ, пек деген тағы да мақсатты келер шақты есімшенің жұрнағы бар. Енді бұл жерде кен деген бар. Яғни бұл жұрнақ. Мынау көмекші етістік. Көмекші етістік. Сонымен талдап болдық. Мен арнайы әдейі қысқа сөйлем алдым. Енді бір түсіндіріп өтейін. Аң деген не деген сұраққа жауап беріп тұр, және зат есім. Мен деп отырғанымыз шылау, оның ішінде жалғаулық шылау. Құсқа түбірі құс, не құс, қа деп отырғанымыз барыс септігінің жалғауы. Ау деп отырғанымыз бұл не зат қой, балықты аулайтын зат. Сондықтан ол не деген сұраққа жауап беріп, зат есім болып тұр. Құрады, түбірі құр, несте құр. Бұл етістік болады. А деп отырғанымыз бұл көсемшенің жұрнағы, Д деп отырғанымыз жіктік жалғауының 3-ші жағы. Ол құрады, яғни аңшы құрады, ол құрады. Сондықтан бұл жерде бұл жағы ортада көсемшенің жұрнағы болғандықтан ол бұл жерде жедел өткен шағы емес, жіктік жалғау болады. Екен, деп отырғанымыз көмекші етістік, кен деп отырғанымыз есімшенің жұрнағы. Міне осымен біздің қысқа ғана сөйлемімізді талдап болдық. Осылай талдаймыз. Бұл бір үлгісі. Осы менің YouTube арнамда осы морфологиялық талдаудың 4 түрі бар. Бұлдан басқа 4 түрлі сөйлемге талдау жасалған. Егер қызық болса, іздеп тауып алсаңыздар болады. Оны іздеген кезде морфологиялық талдау деп іздейсіздер. Морфологиялық талдау 2, морфологиялық талдау 3, морфологиялық талдау 4 деп іздей беруге болады. Сол кезде жаңа басқа сөйлемдер шығып тұратын болады. Егер де мен талдаған сөйлемдер сіздердің пайдаларыңызға жараған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Егер де морфологиялық талдау жасауда қандай да бір қиындықтарға тап болған болсаңыз, оның қандай жұрнақ, қандай жалғау екен білмей отырған болсаңыз, менің арнама осы морфологиялық талдаудың астына комментарий қалдырсаңыз, мұнан білмей жатырмын, мынаны айтып жібересіз бе деген сияқты қандай да бір өтінішпен жазатын болсаңыз, мен міндетті түрде оған жауап беретін боламын, және сіз берген сөйлемдерге талдау жасайтын боламын, немесе сіздің қойған сұрағыңызға жауап беретін боламын. Олай болса, менің арнама жазылып қойыңыз. Бұл оқушылар үшін, студенттер үшін таптырмайтын канал. Сондықтан біздің каналмен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр Оразымбетова. Сау болыңыздар.